Бұл жаңалық батысты өздеріне қорғау санап жүрген қыстекелерге төбелеріне жай түскендей болған анық. Осы тұста барлық қыстекелерге дядя Дональдтан жалынды сәлем. Бұл ретте ақш президентінің шешімі мәжіліс депутаттарының ЛГБТ-ға қарсы ұстанымымен ұштасты. Өйткені біз мәжіліске келгелі бері ұлтымыздың болашағына балта шауып жүрген азғын жолмен күресіп келе жатырмыз. Мен білетін, үкіметке кемінде бірнеше нақты депутаттық сауалдар жолданды. Оған қоса, ЛГБТ-ны насихаттауға тыйым салуды көздейтін арнайы заң нормаларын да әзірледік. Алайда осы әрекеттерімізге кейбір шенеуніктер батыс елдері өкілдерінің демократияны шектеп жатырсыңдар, адам құқын таптап жатырсыңдар деген ұстанымдарын желеу қылып қарсылық білдірді. Тіпті ЛГБТ өкілдері және олардың сыбайластары депутат әріптестеріме және олардың отбасыларына әлеуметтік желіде бұқаралық ақпарат құралдарында жаппай ақпараттық шабуылдар ұйымдастырды. Бірақ бұл күресте біз жалғыз қалған жоқпыз. Көзі ашық, көкірегі ояу азаматтар жалпы қоғам бізді қолдап, E-Petition кізі мемлекеттік платформасында ЛГБТ насихатына қарсы петиция жариялады. Небәрі 2 аптада петиция 50 мың қол жинаған білеміз. Бұл нені көрсетті? Бұл ұлттық болмысымызға жат ЛГБТ ағымына халықтың ашық қарсы екендігін көрсетті. Ал парламент бірінші кезекте халықтың мүддесін ескеріп, оны нақты заңнамамен іске асыру тиіс. Олай болса, үкімет тез арада келесі шараларды қолға алу қажет. Бірінші, жоғарыда аталған петиция талаптарын толық қанағаттандыру керек. Екінші, соған сәйкес тиісті шараларды бірге қарастыру керек деп санаймыз. Үшінші, ЛГБТ-ны қолдап, мәжіліс депутаттарына ақпараттық шабуылдарды ұйымдастырған тұлғаларды тауып жазалау қажет.